Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе бірінші сынып, екінші сабақ. Осы сабақта кездесетін жаңа тақырыппен танысайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлеу және сөйлем деп аталады. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпағайсың. Балалар, сонымен қатар біз бүгін сәлемдесу тақырыбын да қозғайтын боламыз. Жалпы сен өзіңе алғаш кездескен адаммен сәлемдесесің бе? Сәлемдесу адамның тәрбиелілігін, мәдениеттілігін білдіретінін ұмытпа. Сол себепте ең алғаш кездескен адаммен міндетті түрде сәлемдесіп отыруды әдетке айналдырғаның дұрыс. Сәлем сөздің анасы, ұғын қазақ баласы. Бір ауыз сөз сәлеммен нұрлы сауап аласың. Бұл өлеңнің жолдарын жаттап алсаң болады. Бүгінгі тақырыпта қозғалатын нақыл сөзіміз сәлем сөздің анасы деп аталады. Бұл сөзді балалар қалай түсінеміз? Жалпы ана бұл өмірде бізге қандай жан? Ана отбасындағы ең қымбат, бала үшін мейірімін төгетін ең маңызды тұлға болып саналады. Сол себепте де адамның ең мәдениеттілігін, оның тәрбиелілігін білдіретін ең маңызды сөз ол сәлемдесу екенін де жадыңда сақта. Қазақ сәлем сөздің анасы деп баласына алдымен сәлемдесу әдебін үйреткен. Өйткені амандасуына қарап, баланың тәрбиесіне баға берген екен балалар. Қазақ халқы сәлемдесу мәдениетіне аса үлкен мән беріп қараған. Сәлем сөздің анасы, адам сөйлескенше жылқы кісінескенше, сәлемге сөз таба білмеген халыққа жол таба білмейді деген мақал-мәтелдер сөз басы сәлемдесу екенін ұқтырады. Олай болса, мына суретке назар аударайық. Суреттен кімдерді көріп тұрмыз? Суреттен ұстаз және оқушыларды көріп тұрмыз. Олар не істеп жатыр? Олар мұғаліммен сәлемдесіп жатыр, ал мұғалім олармен сәлемдесіп, өзінің сәлемін білдіріп жатыр екен. Бұл оқушылар қайда келді деп ойлайсыңдар? Әрине, оқушылар мектепке білім алуға келді. Оқушылар ең алғаш ұстазымен кездесіп, ол кісіге гүл шоғын ұсынып жатырған сурет екен балалар. Олай болса, үлкендермен сәлемдесуде сен қандай сөздерді қолданасың? Мысалы, үлкендермен сәлемдескен кезде міндетті түрде сәлеметсіз бе, сәлем бердім немесе ассалаумағалейкум деп амандасуға болатынын сен білетін боларсың, балалар. Осы суреттің астындағы мына сызбаға назар аударайық. Өткен сабақта да біз осындай сызбамен жұмыс жасаған болатынбыз. Бірінші сызба ол жоғары қарай сызықпен көрсетіліп тұр, яғни бұл бас әріптен басталады, сөз осы жерден басталады деген мағынаны білдіреді. 1, 2, 3 тор көз берілгендіктен сызбада бұл жерде 3 сөзден құралады деген мағынада. Алдында сызық не үшін тұр? Яғни бұл диалогты білдіретін сөйлем құрастыру керек болғандықтан алдында сызық болады. Яғни ұстаз бен оқушының бір-бірімен қарым-қатынасы сөйлесуі диалог деп аталады. Олай болса, осы 3 сөзден тұратын мұғалім мен оқушы арасындағы диалогтың бірінші сөйлемін құрастырып көрейік. Бірінші сөйлемде ұстаз «Қош келдіңдер, балалар» деп айтады, ал оған балалар қалай жауап береді? Әрине, сәлеметсіз бе, мұғалім деп жауап беруі мүмкін. Олай болса, осы сызбаны мына 2 сөйлеммен толықтыра аламыз екен балалар. Енді осы әліппенің төменгі жағында мынандай белгілер тұр. Бірінші бізде нүкте, одан кейін сұрақ белгісі және леп белгісі. Сен де осы белгілерді, түймелердің немесе кішкентай шарлар болсын, осы белгілерді үйде салып үйрен. Бірінші кезекте бұл әрине нүкте. Нүкте дегеніміз ол қабарлы сөйлемді білдіреді. Кез келген сөйлем қабарлы бола алады. Бір нәрсені қабарлау үшін сен сөйлемнің соңында тыныс белгі нүктені қоясың. Келесі тыныс белгі ол сұрақ белгісі. Бұл сұраулы сөйлемдерде қойылады. Біреуге сұрақ қойғың келсе, сен сол сөйлемнен кейін сұрақ белгісін міндетті түрде осы тыныс белгіні қолданасың. Леп белгісі лепті сөйлемде қолданылады. Яғни интонациямен көңіл күйің көтеріңкі айтылған кезде осы лепті сөйлемде лепті тыныс белгісін қолдана аласың. Олай болса, балалар осы 3 тыныс белгіге байланысты сөйлем құрастырып көрейік. Бірінші қабарлы сөйлем.
нүктемен аяқталу керек. Мен мектепке келдім. Бұл қабарлы сөйлем. Немесе ол мектепке келді. Немесе мен дүкенге бардым. Кез келген сенің қабарлап тұрған сөйлемің ол қабарлы сөйлем болатынын ұмытпа. Осыған ұқсас басқа да сөйлемдер құрастырып көр. Келесі сұрақ белгісі. Яғни бұл сұрақ қойылған сөйлемде қойылатын тыныс белгі. Мысалы, сен мектепке барасың ба? Сенің атың кім? Сен бүгін дүкенге бардың ба? Деген секілді сұраулы сөйлемдерді қолданады екен. Келесі леп белгісі көңілді көтеріңкі кезде қойылады интонациямен. Мысалы, алақай, бүгін жексенбі деп қуанатын болсаң, ол сөйлемде лепті белгісі қойылады. Немесе бүгін күн қандай тамаша десең, ол жерде лепті сөйлем екені айқындалып тұрады екен. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз бір-бірімізге деген сәлемдесу түрлерін үйрендік. Міндетті түрде өзіңнің қасындағы досыңмен, отбасыңмен немесе басқа да адамдармен сәлемдесуің түзу болғанын дұрыс болады. Міндетті түрде сәлемдесіп жүруді ұмытпайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.